Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі ауызашарға осындай түшпәрә, яғни пельменнің жасалу жолымен бөліскелі отырмын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Алдымен қамыр илеп аламыз. Қамыр илеу үшін шамамен менде 400-450 грамдай ұнға 2 жұмыртқа және бөлме температурасындағы су, тоз қосып, жақсылап, қатты емес, жұмсақ емес, қамыр илеп аламыз. Менде үлкен бір зуала шығады. Үйін қандырып, жақсылап илейміз. Үртік болып, түйнек болып қалмасын, жақсылап араластырып, әбден жақсылап илеп, үйін қандырамыз. Илеп болған қамырымызды жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қайтадан илейміз. Что қамырымыздың үйі жақсы қану керек. Бір қайтарып осылай илеп, тағы жауып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына менде 500 грамдай сиыр еті тартылған, және де 400 грамдай пияз. Майда ұсақтап тура боламыз. Татымына қарай қара бұрыш, тоз қосып, барлығын жақсылап араластырып, пиязын өлтіріп, жақсылап араластырып аламыз. Қажетті мөлшерін описание бөліміне қалдырып кетемін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей паршымыз да дайын болды. Ендігі кезекте үйі қанып тұрған қамырымызды жұдырығымыздың көмегімен осылай жайып шығамыз. Оқтауға ыңғайлап осылай жұдырығымызбен дөңгелектеп аламыз. Енді оқтауменен екі шетінен қатты салмақ салмай, екі шетінен баса отырып, жайып шығамыз дөңгелектеп. Пельменнің қамыры аса жұқа болмау қажет. Қайнаған кезде ажырап кетпес үшін. Арасына ұрпақ, яғни ұн себе отырып, осылай екі шетінен дөңгелектеп жайып шығамыз.
Мінекей менің қамырым уже дайын болып қалды. Аса қағудың қажеті жоқ пельменге, түшпәраға. Енді дайын болған қамырымызды оқтауымыздың көмегіменен бір оңға бір солға етіп осылай қатпарлап жинап аламыз. Сосын шамамен 5-6 сантиметр көлемінде кесіп шығамыз. Мен өзім көз мөлшермен істей беремін. Жаңағы кескен қамырымызды ұзыншалап тағы да жайып шығамыз біртіндеп. Сонда бізде төртбұрышты қамыр шығатын болады. Мінекей біздің пельменге қамырымыз дайын. Міне аса жұқа емес, қалың емес, орташа көлемде. Енді ілгенімізге шамалы ұрпақ сеуіп алып, жаңағы қамырымызға салмамызды салып, осылай бүгіп шығамыз. Шай қасықтың жартысындай етімізді салып, қамырымызды екі бүктеп, қайырып, артқа қарай қайырып, қатты басып бүге бересіздер. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей біздің түшпәраларымыз дайын болды. Енді қазанымызға, кастрөлімізге осылай су құйып қайнатамыз. Бір ас қасықтай тұз салдым және пельменнің түшпәраның приправасына салып жібердім. Осы сақырлап қайнаған кезде шөміштің көмегімен осылай түшпәраларымызды суға салып аламыз. Менде үлкен екілеген шықты. Жақсылап жабысқымыз үшін бір араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. Шамамен 10-12 минуттай қайнатсаңыздар, пісіп қалады.
Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай езілмей дана болып әдемі болып қайнап жатыр. Менде 10-12 минут болып қалды. Мінекей дайын болды. Егер де күмәндансаңыздар, бір-екеуін алып жеп көрсеңіздер де болады. Подлив жасауын мен түсірген жоқпын. Подливке бір дана сәбіз, бір бас пияз, соны майға қуырып алдым. Мінекей біздің шпарамыз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Кешкі асқа өте тойымды, жақсы тамақтардың бірі ас болсын.